Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бірге икра жасайтын боламыз. Икрамыз өте керемет шықты. Бізге қажетті заттар: сәбіз, болгар бұрышы, бір бас чеснок, 2 бума укроп, 2 килограмм қызанақ керек болады. Сәбізімізді майдалап турап аламыз. Туралған сәбіздерді ет тартқыштан өткіземіз. Енді болгар бұрышында кесіп, оларды да ет тартқыштан өткізіп шығамыз. Енді қызанақтарымызды тазалап, 2-3 бөлікте майдалап турап, оларды да ет тартқыштан өткіземіз. Оның арасына сарымсақтарымызды қосып өткізіп жібереміз. Достар, бізге қажетті заттардың грамын сілтемеге жазып қалдырамын. Мінекей бәрін ет тартқыштан өткізіп болдық. Болгар бұрышы, чеснок, сәбіз, қызанақтар. Қазанымызға майымызды құямыз. Май қызғанша мен укроптарды турап тұрамын. Қазанымыз қызды, енді оған сәбізді саламыз. Қазанымыз қайнап жатыр. Оның үстінен болгар бұрышын саламыз. Сарымсағымызды саламыз. Тұзымызды саламыз, 1 қасық. Қазанның қақпағын ашып қараймыз. Енді оның үстіне дәмдеуіштер саламыз. Лавр жапырақтарын, түйірлі бұрыштарды. Оның үстіне қызанақтарымызды салып жібереміз. Тағы да укроптарды қосып саламыз. Тұзды қосамыз. Жақсылап араластырып, қайнағанын күтеміз. Мінекей достар, икрамыз әдемі қайнап жатыр. Үстінен 2 ас қасық қант саламыз, дәмі тәтті болу үшін. Достар, менің каналым ұнап жатса, маған лайк басып, подписка жасауыңызды сұраймын. Біздің икрамыз дайын. Бір жағынан банкаларды парлап, қыстық азық үшін жабуға жасап жатырмын. Мінекей бұл икраны ыстық күйінде де, мұздай күйінде де жесеңіз өте дәмді, керемет, құрамы қарапайым, жасалуы өте оңай. Бұл икраны жасап көруіңізге кеңес беремін. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Парланған банкамызды алып, қайнап тұрған икраны банкаға құйып шығамыз. Икрамызды банкаға құйып болдық. Енді қақпақтарымызды қайнаған суға салып қойып қоямыз. Банкаларымызды жабамыз. Қыста өте керемет тамақ болады. Мінекей икраларымыз дайын. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.